проектіні өмірге алып келген, осы идеяны миына құйып алып, соны былай жарыққа шығарған Мақсат Рысбекұлына өте үлкен рахметті айтқым келеді. Өте қарапайым түрде, қарапайым қол жетімді етіп халыққа әдемі проект жасап шығарған. Одан кейінгі рахметті айтқым келеді. Мен өзімнің жоғарғы спонсорым Сайрагүл ханымға, кеш жаным бір құшақтайшы сені. Рахмет айтқым келеді. Сайрагүл ханымға мен дым кейде екеуміз біз болып аламыз да, бірақ мен бұған жүрегім өкпелемейді ешқашанда. Жүрегім тек қана рахмет айтады. Себебі біз екеуміз жылдаймыз. Неге? Жұмыстың барысында жылдаймыз. Ананы уайымдаймыз, мынаны уайымдаймыз. Адамбыз ғой енді. Бұл кісіге мен рахмет айтамын. Не үшін айтайын ба? Қазір кейбір кісілер отыр ғой, мен менеджермін, старший болуым керек, мен мастер болуым керек, мен үлкен табысқа ананы істеген мен істе. Шынымен де біз жеткен жетістікке сіздер жете аласыздар. Менің алдымдағы ақ жалауым Сайрагүл. Мен келген кезде Сайрагүл 500 мың теңге көрсеткен маған. Армандады мен, осы Сайрагүл сияқты 500 мың теңге аптасына тауып тұрсам, не деген керемет деп ұйықтай алмай кәдімгі тұрсам да жатсам да Сайрагүл тыныштық жоқ мына қызға. Бұған мен рахмет айтам. Неге? Мен өте көп қарсы болдым бұл кісіге. Мен мінез көрсеттім, ренжідім. Сөйтсем ол ренжуім, мінезім бұған қатысы жоқ дымда. Бұған дымда қатысы жоқ. Өзімнің басқа өмірдегі нәрселерге өкпемді мен осыдан алып жүрмін да жаңағы. Өзімше боламын да кәдімгідей бір. Ол келеді де мен жақсы жерге шақырып отыр, Али ханым, көрсеңізші, сізде ондай ғой, мындай ғой, ертең жабылып қалады, пирамида сияқты екен, бір бәлекен, оправданием көп. Бірақ повторный касание дегенді бұл тоқтатпады. Әр аптада, әр 2 аптада Али ханым деп бір звонок жасап қояды. Звондайды, әдемі сөзін айтады, жылы сөзін айтады. Сонда мен дайын емеспін. Бір күні асығып, ас өткізіп жаттық, бір күні жолда кетіп бара жаттық, бір күні тағы басқа. Сондай нәрселермен мен дайын болмаған екем. Бір күні тағы да Али ханым деп звондады. Дәл сол моментте біз сіңіліміз екеуміз бір Дегермен деген кафе білесіздер ме Алматыдағы? Сол жерге шай тамақ ішуге бара жатқанбыз. Не болды, кетті сетевой маркетинг. Тағы сетевой маркетинг па деп сіңілім ренжіді. Сосын уже мен дайын тұрмын да, қоя берш, айтып кетеді ғой, сен мақтап тұрып тыңдай бер, самсаңды жеп отыра бер деп қойған оғанда. Сөйтіп Сайрагүл ханым сол момент айтқанда менің бір басымда бір информацияны қабылдайтын бір не ашылды, точка ашылды ма, бір нәрсе болды әйтеуір. Бір десең қол алыстық, жұмыс бастадық. Барасың ба деп барам деді. Ол маған бір сөзді айтты, 1 миллион теңге аптасына табуға үйретемін деп. Сонымен чегі сол кезде жаңағы 500 мың теңге соны көрдім, одан миллионға көтеріліп жатыр, одан 2 миллион. Мен әлі күнге дейін амбассадор статусын жауып келе жатырмын. Міне шүкір Аллаға бүгінгі таңда платинаға шығып отырмын да, әлі күнге дейін мен 9-да барып, кешкі 6-да қайтқан емеспін. Оған мен Шымкенттің лидерлері куә. Таңғы сағат 8-ден түнгі 1, 2, 12-де бір Сайрамның ауылында бір каналдың жанына да барып жұмыс жасап жатырмыз ғой. Ана бір белі ауырып тұрған апа күтіп тұрды. Соған бардық қой, сол апа екенді демедік қой. Сөйтсек оның жаны қатты ауырып тұр екен, аяғы қақсап ауырып тұр. Ол біздің витаминді күтіп тұр, біз оның подпискасын күтіп тұрмыз ажан дейді. Кәдімгідей қарап тұрсақ та, ана витаминді ішсе аяғы жазылады деп ойлап тұрмыз. Сонда біз адамды талғамадық. Босанып жатқан келіншекке де барып жатырмыз, 75-тегі атаға да барып жатырмыз, әйелге де. Барлық адамның, барлық жеке тұлғаның арманы бар. Барлық кеудесінде жаны бар адамның арманы бар. Біз тек қана барып солардың армандарын ояттық. Тек қана армандарын. Жүрші бізбен бірге керемет бизнес, жүрші бізге мүмкіндік, қыздар, жігіттер, ханымдар мен мырзалар. Шынымен де біз қарап тұрсақ, біз Қазақстанда әлі 0,01% ғана меңгерген шығармыз, әлі алмаған. Петропавловсктың өзінде бір ғана Альфия келіп отыр. Қарап тұрсақ, Көкшетаудан 3 адам, Семейден 2 адам әлі алмаған рынок бізде өте үлкен. Алла қаласа тағы да алдымызда үлкен рыноктарды ашқалы отырмыз. Маған Мақсат Рысбекұлының бір ғана сөзі керемет ұнады. Неге бізден басталмайды? Неге бізден бастап басқа елді ашпасқа? Бізден басталу керек. Басқа елдегі адамдардың 3 көзі, 5 аяғы жоқ қой. Барлығы өзіміз сияқты. Ешқандай айырмашылық, тек қана мәдениет пен тілде ғана айырмашылық бар. Қалған барлығы біз сияқты.